Барлықтарыңызға қайырлы күн. Мен бүгін сіздерге аттарыңызда ИП бар ма, жоқ па, немесе жабылды ма, соны қалай тексеру керектігін көрсеткім келеді. Ол үшін сіздерге Google Chrome'ға кіру керек. Поиск налогоплательщика деп тересіздер. Бірінші шыққан kgd.gov.kz сайтына кіресіздер. Осындай сайт ашылады сіздерде. Астынан сәл түсірсеңіздер, ин және бин деп тұрған жерге өздеріңіздің индеріңізді жазасыздар. Жазғаннан кейін астында яғни роботтар, соған галочка қоясыздар. Поиск дегенді басасыздар. Енді результаты поиска, мына жерде ИП-ларыңыздың аттары тұрады. Екінші, мына жерде индеріңіз тұрады. Келесі дата регистрация, яғни ИП ашқан күндеріңіз. Дата снятия с учета, яғни ИП жабылған күні. Мына жерде причинасы жазылады. Мына жерде егер ИП-іңіз приостановление тұрса, осы жерде соның периоды шығып тұрады. Егер сізде АО және ТО болатын болса, оны да осы сайттан көрулеріңізге болады. Егер АО, ТО болса, онда юридические лица дегенді басасыздар. Ал егер сіздерде нотариус, ЧСИ, адвокат болсаңыздар, онда лица, занимающиеся частной практикой дегенді басасыздар. Міне осындай жолмен өзіңізге керек ақпаратты осы сайттан ала аласыздар.